Құрметті әріптестер, бүгін енді ерекше сессия болайын деп тұр. Неожиданно. Өмір мәңгілік істейді жоқ. Бүгінгі сессиямызды ашуымыз керек. Қайырлы құрметті депутаттардың сессия қатысушылар. Бүгінгі сессия отырысына Қонаев қаласының 10 депутатынан бізде 7 общий 9 депутат қатысып отыр. Bir депутатымыз жолымен қатысып отыр. 2 депутатымыз денсаулығына байланысты қатысып отыр. Жұмысымызды бастаймыз. Құрметті депутаттар, сессия ашу жөнінде қандай ұсыныстарыңыз бар? Дауыс берулеріңізді сұраймыз. Рахмет. Қарсы қалушы. Онда 58 сессияны ашып деп жариялаймын. Енді сессияның күн тәртібінде бір-ақ сұрақ қаралады. Ол Қонаев қаласы мәслихатының төрағасы басқа лауазымға тағайындалуына байланысты лауазымынан босату туралы. Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі мәселеге қатысты ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ, онда күн тәртібі бекітілсін дегендеріңіз дауыс беріңіздер. Қарсы қалушы жоқ. Олай болса сессия регламенті бекітіледі. Енді регламент түсінікті ғой, регламент Дамитындарыңыз болса, регламент бекітіп алайық. Қарсы қалыс жоқ. Рахмет, регламент бекітілді. Құрметті әріптестер, өздеріңізбен 2024 жылдан бастап қызмет еттім. Аманат партиясы Алматы облыстық филиалының атқарушы хатшысы болып тағайындалуына байланысты осы атқарған мәслихаттар лауазымынан босатылды. Енді 2024 жылғы 30 шілдедегі номер 34-105 шешімге сәйкес осы лауазымды уақытша Айман Мамыржанова рақымшылыққа жүктеледі. Сіздердің алдыңызда шешім жобасы бар. Құрметті депутаттар, сіздерге үлкен алғысымды айтқым келеді. Енді өз сөзіме барлықтарыңызбен осы 24 жылдан бастап бірге қызықты да жаңағындай ауқымды да жұмыстар атқардым. Қолдауларыңызға рахмет. Депутаттық корпус өзі қалыптасқан депутаттар, осы қаланың азаматтары, жаңашыл азаматтары көзі жетті. Осы уақыттың ішінде қалаға қажетті көптеген шешімдерді қабылдадық. Сіздермен бірге жасап отырып, қандай мәселелеріңіз болса да мен өз деңгейімде төраға ретінде жеткізуге тырыстым. Енді кемшіліксіз болмайды ғой, кемшіліктер болып жатса айып етпеңіздер. Бірақ қолдан келген жұмыстың бәрін өздеріңізбен ақылға қосып жасадық. Қалада көп мәселелер осы депутаттардың қолдауымен жүзеге асып жатыр. Оған әрқайсыңыз міндеттеріңіз бар. Сондықтан да алғысым шексіз сіздерге. Енді қазіргі орнында істеген жерім өзім 10 жылдан аса Аманат партиясында, Аманат партиясына облыстық филиалға бара жатқаннан кейін осы қызметті босатуға тура келіп тұр. Сондықтан бірақ енді депутаттар ретінде ойын округы бойынша қаламын. Енді ол жерде сайлаушыларым бар. Ол кісілермен ары қарай да жұмыс жасай беремін, қатарларыңызда боламын. Сондықтан үлкен рахмет сіздерге. Аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауырмаңыздар, кәсіби өсіңіздер, биіктерге жетіңіздер, барлықтарыңызға лайықтысыздар. Сіздерге ешқандай өкпем жоқ. Сондықтан да үлкен рахмет айтқым келеді. Енді аппаратқа болсын, аппаратқа үлкен рахмет. Қай шаруа болса да бірігіп ақылдасып, өздерінің жұмысын біледі. Әрқайсыларыңызға аппарат әр уақытта да қолдау білдіріп, жұмысын жүргізіп отырды. Аппаратқа үлкен рахмет. Сәттілік тілеймін қолдауларыңызға. Енді осы шешімнің жобасы қабылдансын дегендеріңіз, енді бұл регламент, тәртіп, дауыс берулеріңізді сұраймыз. Қарсы қалыс жоқ, бір одан қабылданды. Рахмет, онда осы сессиямыз жабық. Рахмет сіздерге.